Бұл кітапша ерекше балаларға арналған, оның ішінде көру кемістігі бар балаларға арналған кітапша. Бұны орындаған 5-ші сынып оқушысы Құсман Мирас. Бірінші бетінде міне көріп тұрғандай, бұл бала қолы саусақтар арқылы сезу арқылы бұл жерде ұстағанға өте сондай бір ыңғайлы, жақсы сезілетін мата арқылы жасалған. Осы жерде түймелерге мысалы күн бейнеленген. Түймелерге күннің шуақтарын ілу арқылы неше шуақ шашып тұр күн. Соны түймеге іледі және санайды. Келесі бетінде мысалы бір санын бала ұстау арқылы бір санын екенін ажыратады және оның астында бір мойшақ берілген. Енді қарасаңыздар, астында жылжымалы түрде бір мойшақты үстіне қарай көтереді, яғни бұл бір мойшақ. Келесі бізде екі санын ұстау арқылы ажыратады. Бұл жерге екі мойшақ орналастыру керек, яғни төменнен жоғарыға қарай екі мойшақты орналастырады. Осылай оқушы саусақтарын сезу арқылы сандарды ажырата біледі. Келесі бетіне қарасаңыздар, геометриялық фигуралар бейнеленген. Бұл жерде оқушы ұстау арқылы, сезіну арқылы бұл жерде геометриялық фигураларды ажыратып таниды. Келесі бетінде тағы да күн бейнеленген. Бұл жерде күннің неше сәулесі бар және оның астында бейнеленген қандай фигура, бұл неге ұқсас, бала ұстау арқылы тағы да бұның көлік екенін және көліктің неше доңғалағы бар екенін ажыратады. Бұл жерде неше гүл өсіп тұр және сол гүлдерде неше мойшақ орналасқан. Бала санайды және санын атайды, гүл санын атайды. Келесі бетте фигуралар, бізде бұл фигуралар пішініне қарай орналастырады. Үлкен, кіші және дөңгелек фигуралары қалай орналасқан және бұл неге ұқсайды деген кезде, бұл бізде ақ қала, яғни. Келесі бетінде бізде шырша бейнеленген. Шыршаны ұстау арқылы ажыратады. Онда орналасқан неше ойыншық орналасқан, соны санайды ең алдымен. Одан кейін бұл жерде неше жұлдызша орналасқан, неше мойшақ орналасқан және неше бантик бар. Осы жұмыстар арқылы бала сезіну арқылы фигураларды, сандарды ажыратып үйренеді.